Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода осындай ерекше әдемі құрақтың тігілу жолын көрсетемін. Тігілу жолы өте оңай. Алдағы видеоларды өткізіп алмас үшін менің каналыма жазылып қойыңыздар. Біздің құрағымызға осындай влюн матасынан қиып алынған 3 түсті лента керек болады, 2 өлшемде. Және де оған ортасына квадрат осындай влюрдан керек. Бұны мына ортасына қоямыз. Құрақты осы шыт матасына құрайтын боламыз. Оған флизелин жапсырылған. Ең алдымен ортасын белгілеп аламыз. Ол үшін линейкамен сызып аламыз. Ал енді тігіп бастаймыз. Көзін тігіп алдық. Енді екінші біз осы сары лентадан бастаймыз. Бір лентаны тіктік, келесі тағы да осы жерге тағы бір лента тігеміз. Міндетті түрде тігіне қараймыз. Түгі төменге қарап жатып тұруы керек. Екінші қатарды да дәл осылай тігеміз. Бірінші сары лентамыз тігеміз, сосын осындай фиолетовый лентаны тігеміз. Ендігі кезекте осы ақ лентаны тігеміз. Ақ лентамызды тігіп алдық. Енді келесі дәл осылай қайталап тігіп отырамыз. Мына кіші ленталардан әдемі құрақ шығады.
Endi tagı da sarı lenta tügemiz. Осы екі қатар бітіріп болып, енді ақ лентаға көшеміз. Ең бірінші сары лентадан тігіп бастаймыз.
Бұл бізде соңғы лента. Осыны тігіп, сосын шетін айналдыра тігіп шығамыз. Міне бізде осындай әдемі құрақ шықты. Тігіп көріңіздер. Егер видеоларым ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.